Рейхстагқа жеңіс туын тіккен даңқты жауынгер халық қаһарманының кескіні бейнеленген ескерткішпен алаң аңыз адамның туған жері Тайтөбе ауылында орнатылған. Әскери оркестрдің сүйемелдеуімен Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов пен қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов және де батыр тұлғаның қызы Әлия Рахымжанқызы келіп, орнатылған ескерткіш мүсіннің шымылдығын ашты. Бұл тарихи сәт шараға жиналған қауымның ғана емес, барлығы үшін де ерекше оқиға. Мынау ескерткіш әрине ол өте маңызды ұрпақтарымызға. Біз бәріміз білеміз ғой, отан соғысының батырларының аттарының бәрін білеміз. Но бірақ бүгінгі жастар білсін деп арнайы істер болу керек, мен ойлаймын. Шараға жиналғандардың ішінен белгілі қоғам қайраткері Қазақстан ардагерлері қауымдастығының төрағасы Бақытбек Смағұл тау тұлғаның батырлығы мен ерлігіне арнап шығарған жыр шумақтарын жиналған қауымға тарту етті. Рахымжан Қошқарбаев небәрі 21 жасына Рейхстагқа жеңіс жалауын тікті. Осы ерлігімен жерлесіміз барлық майдандағы жауынгерлердің рухын көтеріп, сұрапыл соғыстың нүктесін қойған. Берлинді алуға 2,5 миллион совет әскері қатысқан. 2,5 миллион Берлинді шабуылдаған. Сол 2,5 миллионның ішінен ысылып шығып, ту тіккен біздің қазақтың батыры Рахымжан Қошқарбаев. Екінші дүниежүзілік соғысында қазір жалпы айтып жүр, 60 миллионға жуық адам қайтыс болды деп біле. Сол 60 миллион қайтыс болған керемет енді әйдік соғысты нүктесін қойып, жапқан, бітірген, міне біз жеңдік деп ту көтерген тағы да қазақтың батыры Қошқарбаев Рахымжан міне. Сондықтан дәл бүгін бұл кісінің ескерткішін қойып, осыншама халық жиналып, 100 жылдығын атап жатыр. Енді айтуға жетпейді бұның маңыздылығы міне. Тау тұлғалы батыр осы Тайтөбе ауылының маңындағы қыстақта дүниеге келген. Оның туған жерінде осындай ескерткіш пен алаңның ашылуы ауыл тұрғындары үшін батылдық пен патриотизмнің символы болмақ. Мен осы ауылдың тумасы болғаннан кейін маған өте ыстық бұл жер. Менің әкемді, мен өзімді осы ауылда өсіп туып өскенбіз. Сонда әкеміз, шешеміздің айтқан сөздеріне қалған жаңағы Рахымжан Қошқарбаев мынау Кеңес ауылынан осында школа-интернат болған ғой ертеде. Сонда оқып, сосын жаңағы соғыс басталып соғысқа кеткен. Менің әкем бәрі бірге кеткен. Елімізде Рахымжан Қошқарбаев атында білім ордалары мен көшелер, ескерткіштер де бар. Қорыта айтқанда қарапайым бір күнді 1000 жылдық тарихқа айналдырған батыр есімі ешқашан ұмытылмайды. Дина Төлеубекова, Абат Абенов, Ақмола облысы.